Баршаңызға сәлем, арнамның көрермендері. Бүгінгі видеода сіздерге көз ауруларының бірі глаукома жайында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Глаукома ұзақ уақыт бойы көз-ішілік қысымының артуы есебінен көру нервісінің зақымдануынан орын алады. Глаукома тұқым қуалау бойынша берілуі мүмкін, бірақ ұзақ уақыт бойы білінбеуі де мүмкін. Көз-ішілік қысымның артуы көру нервісінің қысылуын туындатады. Бұл көруді жоғалтуға дейін апарады. Көз-ішілік қысымының артуы миға бейнені беруді жүзеге асыратын көру нервісін зақымдайды. Емдеу болмаған жағдайда бірнеше жыл ішінде глаукома көруді толығымен жоғалтуға апаруы мүмкін. Көптеген адамдарда глаукома бастапқы кезеңінде ешқандай белгісіз өтетіндіктен уақытылы анықтау және емдеу қажет. Мысалы, көз-ішілік қысымның артуы кезінде ауырсыну сезімі болмауы мүмкін. Сондықтан көруді толығымен жоғалтудың алдын алу үшін үнемі окулист дәрігерге көрініп тұру маңызды. 40 жастан асқан немесе тұқым қуалауы арқылы глаукомадан зардап шегетін адамдар әр 1-2 жыл сайын окулист дәрігерден терең тексеруден өтуі қажет. Егер қант диабеті, тұқым қуалайтын глаукома немесе көздің басқа ауруларының даму ықтималдылығы секілді денсаулықтың мәселелері болса, окулист дәрігерге көріну жиірек болуы қажет. Глаукоманың екі негізгі түрі бар. Біріншісі ашық бұрышты глаукома. Бұл кең таралған түрі. Тексеріп қарағанда көздің құрылысы өзгермеген, бірақ көз-ішілік сұйықтық көздің трабекулярлық жүйесі аталатын каналдары арқылы тиісті түрде ағып шықпайды. Екіншісі жабық бұрышты глаукома. Жедел немесе созылмалы жабық бұрышты немесе тар бұрышты глаукома деп те аталады. Глаукоманың бұл түрі кең таралмаған, бірақ көз-ішілік қысым күрт көтерілгенде пайда болуы мүмкін. Нұрлы қабық пен мөлдір қабықтың арасындағы, яғни сұйықтықтың ағатын түтіктері орналасқан жерде бұрыш кішірейгенде дренаждық қызметі бұзылады. Глаукома көбінесе 40 жастан асқан адамдарда дамиды, бірақ жас кезде де тіпті жас сәбилерде де болуы мүмкін. Глаукома даму қаупі артады егер сізде жасыңыз 40-тан асқан болса, тұқым қуалау бейімділігі болса, көру қабілетіңіз нашар болса, қант диабеті болса, сондай-ақ гормоналдық дәрілік препараттарды қабылдайтын болсаңыз, мысалы преднизолонды. Кейбір адамдарда глаукома симптомсыз өтеді. Бірнеше және жиі симптомы шеткері көруді жоғалту. Ол ұзақ уақыт бойы байқалмайды. Глаукоманы ерте кезеңінде анықтау үшін окулист дәрігерге жылына 1 немесе 2 рет тексеруде болу қажет. Кейде көз-ішілік қысым жоғары көрсеткіштеріне дейін артуы мүмкін. Мұндай жағдайда кенеттен ауырсыну пайда болып, көру бұлдырлайды және жарық көзінің маңында түрлі түсті шеңберлер көрінеді. Төменде келтірілген симптомдардың қандай да бірі пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. Жарық көзінің маңында түрлі түсті шеңберлердің көрінуі, көруді жоғалту, көздің қызаруы, көрудің бұлдырлауы, әсіресе сәбилерде, жүрек айнуы немесе құсу, көз аумағындағы ауырсыну, көру аумағының тарылуы. Глаукоманы анықтау үшін окулист дәрігер көзді мұқият тексеруі қажет. Көзді тексеру глаукома кезінде зақымданатын көру нервісін реттеуге бағытталады. Көру нервісінің бейнесі өзгерістерді және глаукоманың асқынуын анықтауға көмектеседі. Көз-ішілік қысымды анықтауға арналған тонометрия және шеткері көруді анықтау үшін көру аумағын зерттеу секілді медициналық шаралар жүргізіледі. Глаукома кезіндегі тексерулер ауырсыну бермейді және тез уақытта орындалады. Глаукоманы емдеуге көз тамшылары, лазерлік немесе микрохирургия жатады. Глаукома кезіндегі көз тамшылары, олар көздің камерасындағы сұйықтықтың пайда болуын азайтады және оның ағып шығуын жақсартады. Жанама әсерлері, аллергия, көздің қызаруы, қысқа уақыттық күйдіру сезімі, көрудің бұлдырлауы және көздің тітіркенуі болуы мүмкін. Глаукома кезінде кейбір дәрілік препараттар жүректің және өкпенің жұмысына әсер етуі мүмкін. Басқа қабылдайтын дәрілер немесе аллергиялық серпін туралы дәрігерге міндетті түрде хабарлау қажет. Глаукома кезіндегі лазерлік хирургия ашық бұрышты глаукомада сұйықтықтың ағып шығуын жақсартады және жабық бұрышты глаукомада сұйықтықтың бітелуін жояды. Глаукома кезіндегі лазерлік хирургияның түрлеріне трабекулопластика, бұл кезде лазердің көмегімен дренаж жасалатын аумақтың трабекулярлық жүйесі ашылады, нұрлы қабықтың бөлігі алынып тастайды. Нәтижесінде кішкене ойық саңылау пайда болады. Ол арқылы сұйықтық еркін ағатын болады.
Трабекулотомия деп аталатын операцияда сұйықтық ағып шығу үшін жаңа канал жасалады. Осылайша глаукомаға апаратын көзішілік қысым азаяды. Кейбір жағдайда қайтадан операциялық араласу қажет болады. Глаукома кезіндегі микрохирургияның басқа асқынулары уақытша немесе ұдайы көруді жоғалту, сондай-ақ қан кетуі немесе инфекциялар болуы мүмкін. Ашық бұрыштық глаукоманы біріктірілген емдеу, яғни көз тамшылары, лазерлік және микрохирургия емі. Әдетте глаукоманың бастапқы кезеңінде емдеу медикаментоздық түрде жүргізіледі, бірақ бастапқы кезеңінде лазерлік хирургияны немесе микрохирургияны қолданудың пайдасы туралы дәлелдемелер бар. Сәбилердің немесе іштен туа біткен глаукома бұл аурудың туған кезде анықталуын білдіреді. Бұл жағдайларда алдымен хирургиялық араласу қарастырылады, себебі аурудың себебі дренаждық жүйенің дұрыс дамымауы. Глаукоманың алдын алу мүмкін емес, бірақ ерте анықтау арқылы ауруды бақылауға болады. Глаукома салдарынан көруді жоғалту қайтымсыз және қалпына келмейді, бірақ көзішілік қысымды төмендетуге бағытталған шаралар көруді әрі қарай жоғалтудың алдын алуға көмектеседі. Глаукома бар адамдар дәрігердің тағайындауын қадағаласа, ұдайы тексеріліп отырса, көбінесе көруді жоғалтпайды. Құрметті арнамның көрермендері, егер де осы тақырып сіздерге қызықты болса, пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийда өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.